Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар және көрермендер. Мен Аймурзина Гүлнара Лепаровна, жоғары инженерлік технологиялық колледжінің әлеуметтік гуманитарлық және жалпы білім беру бөлімінде оқытушы болып жұмыс жасап келемін. Сонымен бірге колледжімізде ет және ет өнімдерін өндіру мамандығы бойынша білім алып жатқан 3-ші курс студенттері ТПН 931 тобында тәлімгерлік міндетін атқарудамын. Биыл ұлы жеңіске 75 жыл толғалы отыр. Осы ұлы жеңісті дәріптеу мақсатында ТПН 931 тобының студенттері жеңіс жаңғырығы атты ашық тәрбие сағатын өткізгелі отыр. Тәрбие сағатымыздың мақсаты ұлы жеңісті дәріптеу. Отанына, еліне, жеріне деген сүйіспеншіліктерін, патриоттық сезімдерін арттыру, отанын қорғай білуге тәрбиелеу. Сонымен қатар, ұлы отан соғысында ата-бабаларымыздың ерлік істерін қастерлеп, рухын көтеру және үнемі өнеге тұту. Азаттық сыйлап жаңа күн, армандап келген сан ғасыр, бұл жеңіс оңай келген жоқ, жан берсіп, жан алып. Азаттық үшін шайқаста жауынгерлер жаралы, қаншама мына қазаққа жеңі сыйланды. Мен Молдағалиева Айсана Ұлы Отан соғысының 75 жылдығына арнайы өткізілген ашық сабақта Ұлы Отан соғысының ардагері және өзімнің атам Тілеуғали Шынтасұлы жайлы айтқым келеді. Тілеуғали Шынтасұлы 1920 жылы Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Бостандық ауылында дүниеге келді. Тілеуғали Шынтасұлы 1943 жылы Мичуринскіде орналасқан Орлов әскери училищесіне қабылданды. 1944 жылы Орлов училищесін кіші лейтенант атағымен тәмамдады. 1945 жылы қараша айында 1-ші Украина майданының командирі болып тағайындалды. Тілеуғали Шынтасұлы шайқаста ержүректілік танытқаны үшін 2-ші дәрежелі отан соғысы Берлинді алған үшін және 1941-45 жылдар аралығында Германияны жеңгені үшін ордендермен марапатталды. Тілеуғали Шынтасұлы 1971 жыл туған өлкесіне келіп, 51 жасында дүниеден озды. Я Манша Адиль. У меня был дедушка, который прошел аж 2 войны. В возрасте 20 лет он ушел служить в армию. Прошел Финскую войну. 22 июня 1941 года встретил Великую Отечественную на границе Белоруссии под Брестом. Участвовал в освобождении Сталинграда, Киева, Минска, взятие Варшавы, взятие Кёнигсберга, взятие Берлина. До осени 1946 года был помощником коменданта одного из оккупированных городов Германии. Вернулся домой в Ураль в 1946 году. Таң атады, күн батады, қара жерде айналар, қатал тағдыр тіл қатады, көкіректі қайғалар, бақыт сенің қолдарыңда күндер келер арайлы, жүріп өткен жолдарында өсек қардай борайды, қанаттылар барады шып, уақыт шіркін зырлайды, қара түнде қара мысы көкіректі тырнайды, іштен тынды талай дана қос ішектей септесер, жер басарсың қалай ғана қадіріңе жетпесер. Біз тынбай ұмтылып келеміз, үміт барына сенеміз, арманға жетеміз. Сол армандарға қарай самға, тоқтаусыз алға. Қазіргі сәт батыр аталарымыздың ерліктерін еске алып, алғыс айтатын кез. Осы ұлы жеңістің дәмі естен кетпес, мәңгі еске алып, алғыс айтатын кез. Осы ұлы жеңістің дәмі
естен кетпес мәңгі жүректе. Бүгінгі өздеріңіз тамашалаған тәрбие сағатынан күтілетін нәтиже қандай? Әрбір оқушы өзінің ой санасына, отанына, еліне, жеріне деген ыстық сезімін сақтап, еліне елеулі үлес қосатын патриот, отансүйгіш қазақ деген қайсар ұлттың азаматы болып шығады деген нәтиже күтеміз. Ұлы Отан соғысындағы батырларымыздың есімін мәңгі есте сақтап, ұрпақтан ұрпаққа берік нәтиже күтеміз. Жеңіс күні әрбір жыл сайын оралатын ардақты сәт. Біз бүгінгі ұрпақтары болып, Ұлы Отан соғысында жан пида еткен ата-бабаларымызға бас иіп, мың мәрте тағзым етеміз. Бүгінгі тәрбие сағатымыз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.